Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Бүгінгі әңгіме Иноуэ Нэри кездесу жайында болмақ. Көрдіңіздер ме? Қазақстан бойынша оңтайлы уақытта болғандықтан түгелдей дерлік тамашалаған шығарсыздар деген үміт бар. Ал тікелей эфирде көрмеген болсаңыздар, көп нәрсе жібергендеріңіз. Кеше мен әлем боксындағы ең мықты жекпе-жектердің біріне куәгер болдым. Мұнда бәрі болды. Бейне бір Голливудтың режиссерлары сценарийін жазды ма дерсің. Бірақ толық фильм емес, қысқа метражды болғаны аздап ренжіткені бар енді. Қызықты фильмнің барынша ұзақ болғанын қалаймыз ғой. Ал бұл киноны драма дейсіз бе, трагедия ма, боевик па айта беріңіздер. Барлық элементтері болды. Сонымен, Оңтүстік Корея астанасы, атақты Токио Дом спорт сарайы. Бұл арена нені көрмеді десеңізші. Мұнда Майкл Джексон концерт берген. Тура осы жерде Майк Тайсон өз белбеулерінен айырылған. Бірақ соңғы уақыттарда Токио Домда көбіне жергілікті боксшылар шоу жасап жүр. Ал кешегі кеш тіптен бөлек не болды. Өйткені бұл жолы жергілікті жанкүйерлер көз алдында ұлт қаһарманы, әлемдік бокстағы салмақ дәрежесіне қарамастан ең үздік боксшылардың бірі шықты. Ол Наоя Иноуэ болатын. Қарсыласы Мексикадан ат терлетіп жеткен Луис Нэри. Ол да жеңіл салмақтағы саңлақтардың бірі. Ал баске екінші жеңіл салмақтағы барлық 4 белбеу тігілді. Яғни абсолют үшін айқас. Ал мұндай сынға кім көрінген жіберіле береді ме? Жоқ әрине. Кешенге 40 мың адам жиналыпты. Бүтін бір стадион ғой. Ал мұндай атмосферада бокстасу қандай ғажап. Сонымен жекпе-жекке көшейік. Неге екені белгісіз Иноуэ жекпе-жекке қатулы шықты. Мен бұған дейін оның кездесулерін тамашалап жүрмін ғой. Ылғи жапондық мәдениетке сай күліп шығатын. Бұл жолы қастарын кере қарап жергілікті рок музыканттың сүйемелдеуімен көтерілді. Сосын ұзаққа созылған таныстыру рәсімінен соң кездесу басталды. Бір қарағанда бәрі дұрыс секілді көрінген еді. Алайда чемпион қарсыласты менсінбей шыққаны байқалып қалды. Ол кезекті шабуылында қорғанысты ұмытып, бетін ашық қалдырған еді. Осы жағдайда Нэридің сол қолмен жасаған хукі дәл тиді. Тиді де Наоя құлады. Бірінші рет. Ол өз мансабында бұған дейін нокдаун алып көрмеген болатын. Зал тып-тыныш болып қалды. Көпшілік өз көздеріне өздері сенбеді. Осы сәтте Токио Домда 1990 жылдардың елесі өтті. Бұл Джеймс Дуглас пен Майк Тайсон жекпе-жегіндегі оқиғалар. Ешқашан ешкімнен жеңіліп көрмеген Темір Тайсон 10-шы раундта нокаутқа кеткен болатын. Сол тарих қайталанады ма? Міне ауада осы қауіп тұрды. Қандай сәйкестік, иә? Дегенмен бұл нокдауннан Иноуэ өзгеріп шықты. Енді біз үйреншікті боксшыны көрдік. Жүзі жымиып, бағанағы қатулықтың ізде қалмады. Бір сөзбен Нэри тәубесіне келтірді жапонда. Ал ары қарай Наояны енді тоқтату мүмкін емес еді. Аман есен бірінші раундтан шыққан ол екінші 3 минуттықта қарсыластан есесін қайтарды. Тура сондай сол қолмен жасаған соққыдан соң енді Нэри бір отырып тұрды. Сырттан қарағанда соққы жеңіл көрінгенмен мексикалықтың түрінде өзгеріс байқалды. Соққы шындағында ауыр болды. Бұдан ары қарай енді паундтық чемпион рет-ретімен сәт-сәтімен Луис тұра бастады. Алғашқы раундтарда ол тек сол қолмен ғана соққылар жасады. Мұның өзі қонақ спортшының әбден шаршатқан болатын. Бір жақты сабау деп осын айтады. Ал шешім 6-шы раундта келді. Осы бөлімде соққыдан соққы алып әбден мазасы қашқан Нэриді Иноуэ сериялы шабуылдармен төпеледі. Ал сұмдық күшке ие оң қол тигенде Нэридің мойны қайырылып барып бүктеліп түсті. Болды. Бұл соққыдан ол тұра алмады. Кездесу осылай тәмам болды. Иноуэ биылғы жылға бірінші рет белбеуін қорғауын сәтті өткізді. Дегенмен көңілде кірбің қалды. Монстр деген лақап аты бар. Ол сол монстрлығын көрсеттіре. Десе де әлсіз тұсы болып шықты. Бірақ бұл әлсіздіктің менің себебін айттым. Бірінші ретте Наоя қарсыласын тым менсінбеді. Ал спорт мұндайды кешірмейді. Қайта Нэри қажетті жағдайда төпелеп ұра алмағанында абырой болған шығар. Тың мексикалық негізі құлатуға шамасы бар еді. Алайда ол өзі де қатты таңданыста болатын бұл сәтте. Ол кездесу қарсаңында жапондықты құлатамын деп жариялағанымен көкейдің түбінде оған мұндай жасайтындығына сенбеді. Осы кедергі болды. Сасқалақтаған ол ары қарай не жасап не қойғанын дұрыс түсінбеді. Әйтпесе апсет өте жақын болатын. Енді реванш болады ма? Әрине болады. Менің ойымша, сол бір нокдауннан соң бокс функционерлері бірден алақан сықаны анық. Қанша дегенімен бірінші рет нокдаун берді ғой монстрға. Бірақ әрине бірден емес, уақыт өте келе болады деп ойлаймын. Ал бұлайша мен енді Иноуэның кіммен шығатындығында білмей отырмын. Бәрін қырып бітті ғой. Мықтыны мықты деу керек негізі. Бізде қашан болады екен мұндай шебер? Менің үмітім қазір Сұлтан Заурбекте. Осы жігіттен бір нәрсе шығатын шығар. Сондай әрине Головкинді тағы да айта кеткім келеді. Сабазың бірде-бір нокдаун алмай кетті ғой. Оның жанында енді Иноуэ әрине өзін ыңғайсыз сезінер анық.
Енді аңдатпа, Артур Бетербиев жарақат алғанын білесіздер ғой. Жыр болған жекпе-жек болмайды. Биволға басқа қарсылас табылыпты. Әлсіз, бұл бұйырса келесі шығарылымға арқау болар тақырып. Әзірге осы ағайын. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.